Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фрезия тортының муссовый түрін жасайтын боламыз. Бұл жеміс-жидек маусымы кезінде жасалатын торттардың бірі. Күннің ыстығында осындай салқын десерттерді жасап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Олай болса достар, видеоның соңына дейін тамашалап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дайындап алған жұмыртқаның үстіне шым-шым тұзымызды және қантымызды салып, миксердің көмегімен осыны әппақ болғанша араластырып аламыз. Біздің массамыз осындай болып шығу керек. Енді дайындап алған ұнымызды екіге бөліп, міндетті түрде ситадан өткізіп салып, жақсылап ұнтақ қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Тестамызды алдын ала дайындап алған формаға құйып, оны тегістеп, қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Дайын болған коржымызды ыдысынан босатып, оны суытып, беткі бір қабатын кесіп алып тастаймыз. Біздің коржымыз осындай болып шығады. Енді құлпынай керек. Құлпынайды жуып, екіге бөліп дайындап аламыз. Енді біз мусын дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбелі ірімшіктің үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып, осындай сұйықтау болу керек. Алдын ала ертіп дайындап алған желатинді құйып, осының барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Бөлек ыдысымызға кілегейді құйып, оны миксердің көмегімен қоймалжың болғанша қантсыз араластырып аламыз. Бізде кілегей осындай болу керек. Енді алдын ала дайындап алған сүзбелі ірімшік екеуін жақсылап араластырамыз. Сол кезде бізде осындай сұйықтау крем шығу керек. Коржымызды формаға салып, сыртынан ацетатный пленкамен орап, оны пропитка жасап, алдын ала дайындап кесіп алған құлпынайларымызды осылай айналдыра қойып шығамыз. Дайын болған мусты кішкенесін құйып, оның үстіне құлпынайларды орналастыратын боламыз. Қалған мусымызды құйып, оны тегістеп аламыз. Дайын болған тортымызды тоңазытқышқа кемінде 10 сағатқа қалдыру керек. Міне достар, менің тортым тоңазытқышта түнімен тұрды. Енді оның формасынан босатып, ацетатный пленканы алып тастаймыз. Мен бұл жерде фисташкамен әсемдеп қойдым. Қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Біздің тортымыз дайын болды. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Мен сіздерге жеміс-жидек маусымы кезінде осындай муссовый торттарды жасауға кеңес беремін. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.